Шетелдегі қазақ уақыттары жөнінде айтатын болсақ, сөз қозғайтын болсақ, міндетті түрде Түркиядағы қазақ уақыттары жөнінде айта кетуіміз керек. Бұл Түркиядағы қазақтардың көші, өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Ләл хижрата бa'дал фатх дейді. Яғни Меккені алғаннан кейін мұсылмандарға көшу тоқтады деп пайғамбар алейхи айтады. Бірақ ғалымдар айтады, рухани көшу бар дейді, яғни хижра бар дейді. Адам баласының күнәсінен тәуба етіп тура жолға түсу, осы көш бар. Және егер адамның дініне жаңағыдай қысым жасалынатын болса, адам дінін ұстай алмайтын болатын болған жағдайда көшу бар. Сол кездеріңізде білесіздер, мына шығыс Түркістаннан сол кездерде Қытайдың сол қазақтары Алтай, Баркөл, Сауан, Гаскөл деген жерлерден осы діндерін сақтап, өзінің ұлтын сақтап, тілін сақтап көшкен. Көш білесіздер, бұл көш екі көш болған. Бұның бәрі халифа Алтай ақсақалдың Алтайдан, марқұм халифа Алтай ақсақалдың Алтайдан Анадолыға деген кітабында жазылған осының бәрі. Бұл көш барып Гансу, Шанхайға барып, одан Гималай мен Тақламақанды асып, Тақламақан деген шөлді асып өтіп, өздеріңіз білетін үлкен Гималай тауын асып өтіп, Үндістан мен Пәкістанға қазақтар барып, 20 мыңдай қазақ, бір деректе 50 мың деп айтады осы көшкен қазақтар. Сол жаққа барып орындалып, одан кейін екі жақтан шақыру келген уақытта Америка мен Түркияда сол кездерде 1952 жылдары Аднан Менделес деген премьер-министр болып тұрған, сол қазақтарды шақыру жіберген екен, шешім шығарып мемлекеттік. Сол кезде қазақ көші барып 1952 жылы Түркияға барады. 1,5 мыңдай қазақ бар деген дерек бар. Солар Қайсері, Стамбул, Сарихлы деген жерлерге. Сол жаңағы 50 мың, 20 мың деген сол қазақтардан бар жоқ Үндістан мен Пәкістанда жүріп, о жақта 10 жыл өмір сүріп, содан қалғаны жолда қайтыс болғаны бар. Сол жерде жаңағыдай сол жердің ауа райын көтере алмай, климатын көтере алмай қайтыс болғандардан қалғаны 1,5 мыңдай ғана қазақ сол Түркияға жеткен ғой. Сонда Қайсері, Стамбул, Сарихлы деген елді мекендерге барып орналасқан. Әр қайсысы, біреу малға жайлы, біреу егістікке, біреу қалада саудаға жайлы деген жерлерге Түркия мүмкіндік берген қазақтарға орналасуына. Сонда қазақта бар ғой мынандай сөз, 50 жылда ел жаңа деген. Сол жаңа 50 мың көш қайтадан 2004 жылы осы жерлерде 50 жылдығын өткізген уақытта Астанада Түркия қазақтарының құрылтайын. Сол кездерде Түркияда бар, Европаға шығып кеткені бәрін санаса 50 мыңдай қазақ бар екен көреміз. Енді бұның сыртында мына 90 жылдары бертін Ауғанстаннан, Ираннан көшіп барған қазақтар барып отырып жатыр. Бірақ әңгіме ең алғашқы көшіп барған